Сәлеметсіздер ме, екінші сынып оқушылары? Бүгін біз сіздермен екі таңбалы сандарды қосу және азайту бөлімін аяқтаймыз. Бүгін бізде өзіңді тексер, яғни қайталау сабағы. Олай болса, оқушылар, бірінші тапсырма білу. Толық жүздіктерді кему ретімен ата және жаз. 300, 700, 100, 1400, 200. Осы толық жүздіктерді кему реті дейміз, яғни жоғарыдан төменге қарай жазамыз. Сонда 1000, 700, 400, 300, 200 және 100. Келесі тапсырма. Шамаларды салыстыр және өсу ретімен жаз. Өсу ретімен, яғни төменнен жоғары қарай жазамыз. Бұл жерде ең кішісі 1 дециметр 1 сантиметр, одан кейін 5 сантиметр, одан соң 5 дециметр 4 сантиметр, 5 дециметр 6 сантиметр және соңғысы 9 дециметр. Жазып аламыз балалар. Келесі тапсырма түсіну. Есептеп тең мысалдарды тап. Кеңестеріміз балалар. Біріншісі 200 бен 300-ның қосындысы тең 200-ық қосу 300-ық. 65 бен 12-ның қосындысы 6 ондық 5 бірлік және қосу 1 ондық 2 бірлік. 15 бен 25-ның қосындысы 1 ондық 5 бірлік, қосу 2 ондық 5 бірлік. Талдау. Саябаққа 25 қайың, 13 терек және 12 үлкен шырша отырғызылды. Барлығы неше ағаш отырғызылды? Дұрыс айтасыздар балалар, біздің есеп ағаш туралы. Бізде қайың белгілі, терек белгілі, үлкен шырша белгілі. Бізден барлығын сұрап тұр. Барлығын табу үшін мына ағаштарды бір-біріне қосамыз. Яғни барлығы 50 ағаш отырғызылды. Енді ең соңғы тапсырма жинақтауға қараймыз балалар. Біріншісі 50 мен 23 сандарының қосындысына 17-ні қос. Ол үшін 50 мен 23-ті қосып жақшаға. Содан соң 17-ні қосамыз. 90 шығады. Келесі 13-ке 12 мен 35 сандарының қосындысын қос. Бұл жерде 6 шығады. 100-ден 25 пен 25 сандарының айырмасын азайт. Жауабы 100-дің өзі шығады. Сонымен балалар, бүгін біз екі таңбалы сандарды қосу және азайту бөлімі аяқталды. Сабақ сіздерге түсінікті болды деген ойдамын. Каналға жазылып қойыңыздар. Сау болыңыздар оқушылар.